Сәлем достар, бүгін біз осындай тотығу тотықсыздану реакцияларына мысал көрсеткім келеді. Өте жиі кездеседі, мысалы өте күрделі қарапайым реакцияларды біз оңай теңестіретін болсақ, мысалы тотығу тотықсыздану процесі арқылы, тотығу тотықсыздану реакциялары арқылы біз өте күрделі, өте ұзын реакцияларды теңестіріп үйренетін боламыз. Ең бірінші мысал ретінде тотығу тотықсыздану процесін түсіну үшін, яғни одағы электрондар қанша электрон береді, немесе қанша электронды қосып алады, соны түсініп алу керек. Мысалы, мына жерде S элементі, яғни күкірттің +4-тен +6-ға қарай өткенін көруге болады. Мысалы, мына теңдікті біз екі жақтағы элемент ретінде қарастырамыз, мысал ретінде. Енді осы жерде біз +4-тен +6-ға, яғни былай қарап отырсақ, тотығу дәрежелері осылай таңба түрінде +4, +6 деген сияқты көрсетіледі. Бұл жерде біз тотығу дәрежесінің өскенін көреміз. Яғни реакцияға дейін 4 тотығу дәрежесі болды, +4, ал реакциядан кейін +6-ға ауысқан. Бұл жерде көбейіп отыр. Демек, бізде былай бар. Егер электронды беріп жіберетін болса, оларды біз тотықсыздандырғыш деп айтамыз, және ондай процесті тотығады деп айтады. Бұл жерде негізінен тотығу дәрежесі көбейетін болса, яғни ондай заттар бізде тотықсыздандырғыштар болады. Яғни электронын беріп жіберген сайын олардың осындай тотығу дәрежесі көбейіп отырады. Қараңыз, +4-тен +6-ға қарай көбейіп отыр. Яғни бұл жерде өзінің электронын беріп жерген сайын ол сонша санға көбейіп отыр. Мысалы, мына жерде 2 электронды беріп жіберген. -2 электрон, сол кезде +6-ға. Яғни бізде беріп жіберген сайын тотығу дәрежесі көбейіп отыратын болса, бұл тотықсыздандырғыштар деп айтылады. Екінші мысалда, мысалы бұл жерде тотығу дәрежесі +7-ден +2-ге қарай азайып отыр. Яғни бұл дегеніміз тотығу дәрежесі азаятын болса, онда бұлар электронды қосып алған сайын тотығу дәрежесі азаяды, яғни бұлар тотықтырғыштар. Сонда бұл жерде 7 болу үшін мына жерде +5 электрон екен. +5 электрон қосып алып, +2 тотығу дәрежесін көрсетеді. Шатасып кетпеу үшін осылай жаттап алсаңыз болады. Мысалы, тотығу дәрежесінің өскенін немесе азайғанына қарап аласыз бірінші. Мысалы, бастапқыда 4 болса, екінші реакциядан кейін 6 болатын болса, яғни көбейіп отыр, яғни ол беріп жіберген. Электронды берген сайын көбейеді, электронды қосқан сайын азаяды. Яғни мына жерде 7-ден 2-ге азайып отыр. Солай сіз тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш деп 2-ге ажыратып алсаңыз болады. Мына жерде өтетін процесс тотықсыздандырғышта тотығады, тотықтырғышта тотықсыздану процесі өтеді. Мысал ретінде, ең қарапайым мысал ретінде, мысалы алюминий қарапайым өзі жеке өзі бейтарап күйінде, мысалы 0 тотығу дәрежесіне ие. Мысалы кәдімгі Менделеев кестесінде кез келген элемент осындай 0 тотығу дәрежесіне ие болады. Реакцияға түскен кезде олар плюс немесе минус тотығу дәрежесіне ауысады. Мысалы алюминий 3-ші топта орналасқан, сондықтан да оның 3 валентті деп айтамыз, және 3 тотығу дәрежесін көрсетеді деп айтамыз. Сол кезде ол 3 электронын беріп жібере алады. Сол кезде алюминий +3-ге ауысады. Яғни бұл дегеніміз осы 3 электронын жұмсау арқылы реакцияға түсіп тұр. Өзі 3 электроны, яғни 3 валентті бар деп айтамыз. Бәрі бір-бірімен өте тығыз байланысты. Сол кезде 3 электронын беріп жіберіп, осындай бөлшекке айналады. Сол кезде алюминий 3+. Яғни осындай бөлшекке айналады екен. Алюминий бізде тотықсыздандырғыш болып тұр. Өйткені қарадыңыз, 3 электронын беріп жіберген. Беріп жібергендіктен, беріп жіберіп плюс зарядқа ие болады. Мысалы, қосып алатын болса, минус зарядқа ие болады. Қарама қарсы. Солай өзіңізге түсінікті етіп түсініп алсаңыз болады, егер шатасып кететін болсаңыз. Сонымен қатар, мысалы, натрий алайық. Натрий қарапайым жағдайда мысалы өзі тұрғанда осындай 0 тотығу дәрежесі.
натрийда бірінші, екінші, үшінші топтың элементтері барлығы электрондарын беріп жіберуге өте қабілетті. Мысалы, натрий бірінші топтың элементі, натрий өзінің бір ғана электронын беріп жібере алады. Сол арқылы натрий плюс зарядына ие болады екен. Ең бірінші осындай тотығу дәрежелерін қойып шығамыз, яғни осындай күрделі реакциялардың. Мысалы, мына жерде күкірт бізде -2, марганец +2, бір-біріне тең таңбалары. Оттегінікі -2, әрқашан -2-ні мына 3-ке көбейткенде -6. -6 мен мына плюстердің таңбасы бір-біріне тең болу керек. Яғни 1-ге 5-ті қоссақ, +6, +6 мен -6. Мына жерде оттегі -2-ге 4-ті көбейткенде -8, -8 бен мынау екеуін қосқанда +8. Яғни тең, дұрыс қойылған дегенді білдіреді. Одан кейін NO-нікі мына жерде -2 +2 тең. Оттегі -2 тотығу дәрежесіне әрқашан тең, және сутегі +1-ге тең. Осы жерде, яғни реакцияға дейін және реакцияға кейін қайсының тотығу дәрежелері өзгерген, соларды ғана астына жазамыз. Мысалы, қараңыз, мына жерде S, марганец +2, марганец +2 болып қалған, өзгермеген, сондықтан оны алған жоқпыз. Одан кейін күкірт -2-ден күкірт +6-ға дейін өзгерген, сондықтан осылай жазып алдық. Одан кейін азот +5-тен азот +2-ге дейін осылай жазып алдық. Енді бағана айтып өткеніміздей, мысалы, тотығу дәрежесі -2-ден +6-ға дейін өсіп отыр. Яғни бұлай минус саннан кейін плюс сандар болады, сол арқылы мысалы өсіп отқанын көруге болады. Өскен сайын, яғни беріп жібереді деп айтқан болатынбыз. Сол кезде бұл жерде қарапайым математика, арифметика, яғни -2 болу үшін мына жерде -8 болады. 8-ден 6-ны азайтқанда, яғни мына жерде -2 электрон. Бұлай қарайсыздар ғой, мысалы, -2-ден 6-ға дейін көбейіп отса, көбейген сайын электронды беріп жібереді. Сонда 8 электронын беріп жіберіп, +6 зарядқа ие болып отыр. Мына жерге -8 электрон. Мына екіншісінде азотта бізде +5-тен +2-ге қарай азайып отыр. Яғни 5-тен 2-ге қарай түсіп отыр, саны. Яғни бұл жерде қосқан сайын азаяды. Сонда қанша электрон? Яғни бұл жерде 3 электронды қосып алып отыр. 3 электронды қосуының нәтижесінде бізде, яғни осы +2 зарядқа ие болды. Енді біз осы заряд электрондарды біз келесі неге жазамыз? Бөлімге жазамыз. Яғни мына жерде 3 электрон етін, мына жерге 3, мына жердегі 8 электрон 8. Бір-біріне жазамыз енді. Яғни біз бұл электрондар сандарын коэффициент ретінде алатын боламыз. Осылай жазып алдық. Енді сонда біз мына 3-ті S-тердің алдына қойып шығамыз. Реакцияға дейін, реакциядан кейін де бәрінің алдына 3 қоямыз. Ал 8-ді мынау азоты бар қосылыстардың алдына қоямыз. Сол кезде 3-і бар, бізде S-і бар, мынаның алдына 3. Мына S бар, мына жерде 3 қоямыз алдына. 3 дегеніміз, яғни мынау бағанағы бір-біріне ауыстырып жазғандағы сан. Қаяқтан шықты деп сұрайтын болсаңыз, мынау 8-і азоты барларға қоямыз, коэффициент ретінде. Мінекей қойып алдық. Енді біз сутектерін теңестіретін боламыз. Бұл жерде сутек, мына реакцияға дейін 8 сутек, реакциядан кейін 2 теңесу үшін алдына 4 қоямыз. Сол кезде 8 тең болды. Одан кейін оттек арқылы біз реакцияның дұрыс-бұрыстығын қараймыз. Мысалы, мына жерде оттегіміз 8 көбейту 3-ім 24, мына жерде 3 көбейту 4-ім 12, 12-ге 8, 12-ге 8, 12-ге 12, 24. Мына жақта да 24. Яғни мынауменнан көбейтіндісі бізде 24. Екі жақта да 24 болу керек екен. Оттегі мысалы 8 көбейту 3-ім 24. Мына жақта да міне 24. Сонда бізде реакция тең. Оттегі арқылы біз теңестіріп тексеруімізге болады. Мінекей достар, осылай сіздер өте күрделі деген реакцияларды теңестіріп үйренсеңіздер болады. Яғни бұл қарапайым электрондық баланс әдісі. Келесі бізде осындай күрделі реакция.
қалайы хлориді, осындай өте күрделі реакция мына жерге дейін келіп тұр, мына жерге сыймай қалды. Калий хлор плюс H экосы бар. Ең бірінші біз барлығының тотығу дәрежелерін қойып шығатын боламыз. Мінекей біз қойып шықтық. Енді осы жерде тотығу дәрежелері өзгергендерді астына жазатын боламыз. Яғни біз электрондық баланс құратын боламыз. Мысалы, мына жерде қалай плюс 2, реакциядан кейін плюс 4. Қалайыны жазамыз. Хлор өзгермеген, хлор минус болып тұр. Хром плюс 6-дан хром плюс 3-ке ауысқан. Осы екі элементті жазып алатын боламыз. Қараңыздар, бұл жерде бірінші мына жерде CN қалып кетті. CN, яғни қалайының тотығу дәрежесі плюс 2-ден плюс 4-ке қарай өсіп отыр, яғни беріп жіберген сайын тотығу дәрежесі өседі. Яғни бұл жерде 2 электронды беріп жіберген. Екінші бізде бұл жерде яғни плюс 6-дан плюс 3-ке қарай азайып отырса, яғни ол қосып алған сайын азаяды. 3 электрон. Бірақ бұл жерде ескеретін жағдай, мына жерде хром тек қана өзі емес, 2 атомы берілген. Мысалы, мына жерде хром 2 деп тұр. Мына жерде реакцияға дейін хром 2 деп тұр, иә. Мына жердегі индекс әсер етеді. Сондықтан алдына 2 деп қойдым да, бұл жерде көбейтілген 2-ге болады. Тек қана жалғыз хром емес, бұл жерде 2 хром болғандықтан, яғни бұл жерде 6 электрон екен жалпы, иә. Осындай болып жазылады. Яғни бұл жерде біз бұлай сызып, мына жерде 2 электронды 2 деп жазамыз. Коэффициенттерін қою үшін, мына жерде 2 көбейту үшін 6. Бұлай жазамыз. Енді осы жерде екеуіне де бөлінетін сан 6 болғандықтан 6-ға қысқартып жібереміз екеуінде. 6-ға қысқартамыз, ол жерде 3 болады. Мына жерде 1 болады. Енді осы сандарды біз осы элементтері бар қосылыстардың алдына қойып шығамыз, яғни мына сандарды. Өйткені біз екеуінде 6-ға қысқартып жібердік, 6-ға бөлінеді, 6-ны 2-ге бөлсек 3, 6-ны 6-ға бөлсек 1 болады. 3-ті мынау қалайы бар заттарға қойып шығамыз, яғни мына жерге 3. Мына қалайының алдына 3. 1 деген жазылмайды, хромның алдына 1 жазылмайды. Яғни жазылмаса, ол жерде 1 бар деген сөзді білдіреді. Бұл жерде оттектің санын санап шығамыз. Реакцияға дейін оттегіміз мына жерде 7 оттегі бар. Мінекей 7 деген сан индексінде тұр. Реакцияға дейін 7 оттек. Реакциядан кейін H экода тек 1, сондықтан алдына 7 қоямыз теңесу үшін. 7 оттегі болды, иә, 7-ге 7 теңесті. Алайда мына жерде сутекке әсер етеді, ол 7-ні 2 көбейткенде 14 болады. 14 сутек болып кетті. Мына жақтағы сутектің саны 1, алдына 14 қоямыз. 14-ті жаздық сутектің алдына. Мына жердегі 14 деп жазылғаннан кейін хлордың саны да 14 болды мына жерде. Бізде 2 хлор бар. Мысалы, мына жерде 6, 14, 20 хлор. Мына жақта хлор 6, 12, 2. Бәрін қосқанда 20. Яғни бізде реакция теңесті. Осындай белгі қоямыз. Осылай сіздер де осындай күрделі реакцияларды электрондық баланс әдісі арқылы теңестіріп үйренсеңіздер болады. Келесі күрделі реакция осындай. Ең бірінші біз тотығу дәрежелерін қойып шығамыз. Яғни мына жерде өздері индекс арқылы біз оңай табуымызға болады. Мысалы, мына жерде 2 болса, мынау күкірттікі. Минус 2. Мынау мышьяктікі, яғни 3 екендігін көруге болады. Оттегі әрқашан минус 2. Минус 2-ні 3-ке көбейткенде минус 6. Мына жерде плюс болады сутек. 6, яғни 1. 1-ге 5 жетпейді, сонда плюс 5 болады. Әрқашан минус 2, сутегі плюс 1. Мына жерде минус 2, минус 8, плюс 8-ден 3-ті азайтсақ 5, плюс 5 болады. Мына жерде минус 2, 4, минус 8, мына жерде плюс 8-ден 2-ні азайтсақ 6, плюс 6 зарядқа ие. Мына жерде минус, плюс болады. Осылай барлығын қойып аламыз да, енді реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі өзгерген тотығу дәрежелерін астына жазамыз. Мысалы, мышьяктікі плюс 3-тен плюс 5-ге ауысқан. Осыны жазамыз. Одан кейін S минус 2,
мына жақта S плюс 6, осы S-ті де жазамыз. Хлор плюс 5-тен минусқа ауысыпты. Яғни бұл жерде 3 атом екен, иә? Осының барлығын жазып шығатын боламыз. Мысалы, мына сутек оттектер ауыспаған. Минус 2 болып тұр, минус 2 өзгермеген. Өзгергендерін астына жазып аламыз. Мына жерде мышьяктың мынау екі атомы бар, сондықтан да алдына 2 қоямыз. Коэффициент ретінде 2 атомы. Және де бұл жерде реакциядан кейін де тура осы 2 атомы тағы 2 коэффициенті алдына түседі. Бұл жерде тотығу дәрежесінің өсіп отырғанын көруге болады. Яғни плюс 3-тен плюс 5-ке қарай өсіп отыр. Өскен сайын береді. Яғни минус 2 электрон беріп жібергенін көруге болады. Және алдында 2 есе. Яғни бұл жерде 4 электрон. Екінші күкіртте 3 болып тұр, сондықтан алдына 3 қоямыз. Яғни мына жерде индексі 3 болғандықтан осылай 3 қоямыз. Кейінде мына жерге 3 қоямыз. Және мына жерде минус 2-ден 6-ға көбейіп отыр, яғни 8 электрон қосып алған. Алдындағы 3-пен 3 көбейту 8-ім 24. Одан кейін хлор плюс 5-тен минус 1-ге қарай азайып отыр. Яғни азайған сайын қосып алады. 6 электрон. 6 электрон қосып алып, минус 1-ге тең болды. Яғни бұл жерде сәйкесінше электрондарды жазып шығамыз. Яғни мына жерде 4 электрон 4, мына жерде 24. Өйткені 3 көбейту 8-ім 24. Мына жерде 6 электрон. Және мына екеуі де бізде тотықсыздандырғыш болып тұр. Өйткені қарасаңыздар плюс болып тұр, иә? Тотықсыздандырғыштар. Бізде яғни 2 тотықсыздандырғыш болғандықтан 24-ті 4-ке қосамыз, сол кезде 28 болады. Мына жерде 6 болады. Енді бізде осы 28-ді де 6-ны да қысқартып жіберетін сан болу керек. 28, 84-ке қысқартамыз. Өйткені бүтін сан шығу керек. Бөлшек сан емес. Мысалы, 28-де 6-ны екеуіне қысқартқанда бүтін сан болатындай. 38 болса бүтін сан шығады. Бөлшек сан шығады. Мысалы, бұл жерде бүтін сан шығатын, яғни 84. 84-ті 28-ге бөлгенде 3, 84-ті 6-ға бөлгенде 14. Калькулятормен есептеп қарасаңыз, осындай сандар шығады. Және осы тотықсыздандырғыштардың алдына 3-ті қоямыз, ал мына тотықтырғыштың алдына 14-ті қойып теңестіреміз. Сол кезде қалайының алдына 3. Мына жерде, яғни оттек санымен теңестірейік. Бірінші, мына жерде оттегі 3 болып тұр. 14-пен көбейткен кезде 42 болады. 42 18-ді қосқан кезде 60 болады. Яғни реакцияға дейін 60 оттегі. Реакциядан кейін, мысалы, 6 көбейту 4-ім 24, 9 көбейту 4-ім 36, қосқан кезде 60 болады. Яғни реакция тең екендігін көруге болады. Осылай оттегі арқылы соңында тексеріп көрсеңіз болады. Достар, мына жерде мысалы реакцияға дейін мышьяктың индексінде 2 тұрды, реакциядан кейін алдына көшті. Сол сияқты тура осы 2-ні біз мына жерде жазылады 2. Мына 3-пен 2-ні 3-ке көбейткенде 6. Сондықтан мына жерде 6 болып кететін, яғни мышьяк 6. Соған байланысты сутек те оттектер сәйкесінше тексеріліп жазылады.